Енді кітаптар мен үшін бірнеше категорияға бөлінеді негізі. Бірінші кітаптар, олар кәсіби кітаптар. Мысалы, қазір мен сол жұмыста жаңа бір тақырып шығады, немесе жаңа бір мәселе шығады, проблема шығады. Сол мәселені ең біріншіден көп адамдар шешуге тырысады, бірақ шешкенде қалай шешеді? Істеп шешеді. Бір мәселе шықты, жарайды, сол мәселе туралы түк білмей бастай салады да шешуге. Бірақ ең дұрыс жолы негізі ол кез келген мәселе бойынша бір кішігірім өзінің бір түсінікті қалыптастыру. Техникалық кітаптар, олар зейінділікті талап етеді. Яғни оны отырып, мұқият қарап, неге десеңіз, оның ішінде толған сан, көп адамдарға өте қиын. Бірақ қазір бір жақсы жері, әсіресе батыста шыққан әдебиеттің түрлері көп, ғылыми әдебиет, бірақ жалпақ тілмен жазылған. Бізде екі мәселе бар қазір, үлкен мәселе. Соңғы 30 жылда қазақ тілінде, немесе осы Қазақстанымыз, яғни қазіргі тарихи оқиғаларды, мысалы қан мен тер секілді, тар жол тайғақ кешу, абайдың сөзі, абайдың жолы, абай жолы, немесе сондай қалай айтсам екен, үлкен мықты роман жазылмаған. 30 жылда неше түрлі қызық оқиғалар болды. Мысалы, тәуелсіздігімізді алдық, 90 жылдарда қиын жағдайлар да өтті басымыздан, ұлттың басынан өткен мәселелер. Бірақ қараңызшы, бірде-бір мықты сценарий, бірде-бір мықты жаңа қаһарман, бірде-бір мықты сондай бәріміздің түбімізге, жүрегімізге жеткен бір роман жазылған жоқ. Неге? Үлкен мәселе, үлкен сұрақ. Дәстүрлі өзіміздің сол Совет одағында жазылған романдар, олар көбінесе, қараңызшы, көшпенділер, немесе енді көшпенділер бөлек тұратын бір роман. Мысалы, коммунист Раушан, тар жол тайғақ кешу, аққан жұлдыз, мысалы, немесе қан мен тер, олар сол кезеңдегі болған тарихи оқиғаларды жариялайтын, жазатын, түсіндіретін романдар. Сол кезеңдегі кейіпкерлер, сол кезеңдегі қаһармандар, сол кезеңдегі салт дәстүр. Өкінішке орай қазір заман қатты өзгеріп кетті. Мына қазіргі буын, жас буын сол заманды, сол дәуірді түсінбейді, қабылдамайды да, түсінбейді. Мысалы, ол Еламан, Аралды қалай біледі? Аралда кеуіп қалған, анау аппақ тұз басып кеткен, бір өлген, бір шөл деп біледі. Ал ол кезде Еламан қанметі балық аулайды, Арал қаласы, кәдімгідей кемелер, анау балықшылар бригадалары, неше түрлі. Көрдіңіз бе, түсінбей қалады да. Яғни өкінішке орай қазіргі сол кезеңдегі көп нәрселерді қазіргі жастар түсінбейді, түсінбегеннен кейін қызықты болмайды. Мартин Иден деген Джек Лондонның бір, мен кішкентай кезімде оқығам, соны қатты әсер етті маған, шыны керек. Қайда, мен оны мектепте оқығам, орта мектепте, бір 5-ші сыныпта ма, 6-ші сыныпта ма, сонда қатты әсер еткен. Ол мен де осындай бір мықты адам болғым келеді, өмірді өзгерткім келеді, бірақ енді өкінішке орай соны кішкене қиын, өз-өзін өлтіреді ғой Мартин Иден. Бірақ енді Джек Лондонның автобиографиялық сондай бір элементтері болған бір роман, өте мықты жазылған. Жерде неге кітап маңызды деген сұрақты көтергім келеді. Кітап бұл адамның ойлау білу қабілетін дамытатын ең нақты, ең мықты құрал. Яғни кітап оқығанда адам амалсыз қиялдайды. Мысалы, Гарри Поттерді, мысалы, үш адамды алайық. Үшеуі Гарри Поттер кітабын оқыды, біреуі киноны көрген жоқ. Үшеуінде де Гарри Поттердің келбеті, бейнесі басқаша болады. Үш адамда үш Гарри Поттер болады. Сосын үшеуі кинотеатрға барады, киноны көреді. Ал кино ол сол кітапты оқыған адамның, яғни драматург, немесе сценарий жазған адамның, немесе қойыңызшы, режиссердің сол кітаптың түсінгені, сол кітаптың бейнесі. Яғни режиссер сол кітапты, сценарийді оқиды, ол қалай елестетеді, сол, яғни сіз басқаның түсін көресіз бұлай қарасаңыз. Мысалы, Абай жолында мынандай бір қызық нәрсе бар, қызық сахна бар. Мағауия, сол шәкірттері Абаймен бірге келе жатады. Абай алдында, аналар артта бір-бірімен ойын ойнайды. Кім қандай сөз біледі. Сол Мағауия осындай бір пәле, Мағауия шон дейді. Алар айтады, ондай сөз жоқ, қыртпа дейді. Сосын қой бар Абайдан сұраймыз деп барады, аға осылай, Мағауия шон деген бір сөз, ондай сөз жоқ қой.
абай өлеңдерінде айтады, иә, ондай сөз бар, бұл көбінесе қырғыздар қолданатын сөз. Шон деген байсалды, сондай мықты адамды білдіреді, яғни мағауия өз-өзін мақтап отыр, мен сондай мықты адаммын деп. Сендер білмейсіңдер деп солай айтады абай. Сондықтан көрдіңіз бе, сөз ой біздің ақылымыз, ақыл ол біздің осы өмірде табысты болудың шарты, негізгі шарты, алғы шарты. Сондықтан көрдіңіз бе, қалай болса да айналып сол кітап оқуға тіреліп келеміз біз. Көшпенділер. Ең мықты кітап негізі қазақтардың саяси мәдениетін түсіну үшін, мысалы, көп адамдар бізде сол көшпенділерді мектепте оқиды. Мен сізге екі сұрақ сұрайыншы. Көшпенділер бірінші кітап қандай сөзбен басталады? Ажал. Бірінші сөз ажал. Әбілқайыр хан ойлап жатады, Ақжол қара қыпшақ қобыланды, Ақжол бимен ергесіп қалады, дау шығады, сол дауды қалай шешемін деп ойланып жатады. Сонда ажал деп, бірінші сөз ажалдан басталады. Тағы да бір қызық мысал. Хан Кене, үшінші кітап, Жәнібек деген кісі, Тархан, оған полковниктің несі береді, погонды атағын береді, лауазымын береді, мәртебесін. Генерал-губернаторда той болады, бүкіл қазақтар жинап, тойлап атады. Сонда генерал-губернатор тойлап атқан қазақтардың ішінде қарап, сыртынан қарап, өзінің ішкі ойлары жазылады, Хан Кене, Ильяс Есенберлин. Иә, дейді, біздің ханшайымның билігіне өте жақсы халық келіпті ғой. Бір-бірін көре алмайды екен. Адамды жазалау үшін оған халықтың көзінше мақтау керек екен дейді, оны. Яғни халықты, бір адамды жазалау үшін дейді, қазақты жазалау үшін, жаза беру үшін халықтың көзінше мақтау керек дейді оны. Сонда да көре алмаушылықтан өздері оның артына түсіп бітіреді дейді, быт-шытын шығарады деп. Мен жыл сайын оқимын. Негізі мықты кітаптарды уақытымен былай жаңадан оқу керек та. Неге десеңіз, адам есейеді, тәжірибе жинайды, көз ашылады, өзінің неше түрлі тәжірибелер жиналады. Сол тәжірибелер адамды өзгертеді. Адам көп нәрселерге басқа көзбен қарауға бастайды. Сонда мына кітаптың ішінде бұрын түсінбей жүрген, немесе автордың сол өзінің ішкі пікірін, сол ауруын, мұның, қайғырғанын түсінбеген адам бірінші оқисыз, жай бір не секілді ғой. Батыр Наян, анау батыр былай, мынау Ағыбай, анау былай, мынау былай деп. Сосын ғана, мына жерде былай жазыпты ғой, дұрыс, енді мен түсінемін, өмірде болған басын таяқ жедім дегендей. Жоқ, енді қараңызшы, мен таңғаламда, қараңызшы, 30 жыл өтті, 30 жылға тақап қалдық біз мінекейміз. Өте қиын енді қызық жағдайлар болды осы 30 жылдың ішінде. Бірақ сондай бір мықты, түбегейлі, қан мен тер, немесе ойбай, поющий в терновнике деген бір мықты не бар ғой, унесенный ветром деген, енді яғни классикалық сондай мықты роман. Осы енді мықты романдар қашан жазылады? Романдар бір үлкен өзгеріс, революция, немесе ұлт тағдыры осылай бір өзгеріп тұрған, сондай бір тұңғиық, қиын кезеңдерде жазылатын. Неге десеңіз, ол кезде сценарий керек жоқ, мінекей дайын драмада сізге. Мысалы, революция туралы қанша кітап жазылды, доктор Живагадан бастап бұрла человек с ружьем жазылды. Екінші дүние соғысы туралы қанша кітап жазылды, ойбай. Американдық революция туралы қанша кітап жазылды. Ойбай, соңғы самурай, мысалы, Мейджи императордың кезіндегі сондай бір үлкен өзгерістерді, дәуірлерде жазылатын кітаптар былай жетіп отыр. Бізде неге жазылған жоқ, мен әлі соны таңғаламын да. Мысалы, қалай үлкен өзгеріс болды ғой негізі, сұмдық өзгеріс болды, қазір де болып отыр, бірақ қызық. Мен негізі қорқам мына өзіміздің ана тіліміздің болашағы үшін. Неге десеңіз, мынандай бір қызық жағдай, жақында осыдан 2 жыл бұрын 100 жаңа кітап, 100 жаңа оқулық деген бастаманың аясында біз бірнеше шетелдік кітаптарды аударуға тырыстық. Сонда Клаус Швабтың 4-ші индустриялық революция, өндірістік революция деген кітапты мен соған кішкене атсалыстым, лекция оқытуға, жазуға, не істеуге. Өте қиын. Неге десеңіз, ең соңғы терминдар, ең соңғы технологиялық өзгерістер соның ішіне жазған кітап. Сонда филологияда
тілдің сыйымдылығы деген бір термин бар екен. Яғни бір тілдің күрделі концепцияны, күрделі ұғымды, тұжырымдаманы өз тіліне аудару немесе түсіндіре білу қабілеті, әлеуеті. Сонда қазақ тілдің сыйымдылығы өте төмен екен. Неге десеңіз, көріңіз, бізде жаңалық жоқ, технологиялық өзгеріс жоқ, нейроморфтық интерфейс деп қалай аударасыз оны. Былай қарасаңыз, соңғы рет біздің тіліміз негізі сол алаш ордалықтар қалай жазып кетті. Сол Ахмет Байтұрсыновтың классикалық оқулық қазақ тілі әдебиеті сол жазып кеткен пішіні 100 жылдан астам, бір ғасыр бұрын жазылған нәрсе, сонымен келе жатырмыз да біз негізі. Ал мысалы басқа тілдер, олар дамиды, тірі. Мысалы ағылшын тілі соңғы ғасырда 5-6 рет қарастырылыпты. Морфология, синтаксис бәрі қарастырылыпты. Бізде сол қалай жазып кетті ол кісілер, солай біз сол бетімен оқып жатырмыз да.